Сәлем достар. Сіздермен бірге Баха Gaming біз бүгін Brawl Stars'қа обзор және геймплей істейміз. Brawl Stars 2018 жылы официально Supercell компаниясы шығарды. Supercell өзінің Clash of Clans, Clash Royale ойындарымен танымал болды. Бұл ойынның Clash of Clans, Clash Royale'дан айырмашылығы персонажды өзің басқарып, режимдарды таңдауға болады. Қазіргі кезде Brawl Stars'та 6 режим бар. Ол захват кристаллов, столкновение, Brawl Ball, большая игра, бой с боссом, роборубка, ограбление, осада, награда за поимку және силовой гонка. Захват кристалл. Мұнда қай команда ең бірінші 10 кристалл жинап 15 секунд күте тұрса ұтады. Столкновение екіге бөлінеді. Бір адамдық және екі адамдық. Мұнда сундуктарды сындырып, усиление алып, қалған адамдарды өлтіру керек. Brawl Ball. Қай команда 2 рет гол соғады, сол команда ұтады. Ограбление, награда за поимку, осада бір режим болып жатады. Себебі ойында көп режимдік слот болып кетпеу үшін солай істейді. Олар әр күн сайын өзгеріп отырады. Және басқа режимдерде солай карталар өзгеріп отырады. Алдыңғы обновлениеда Brawl Stars үлкен обновление болды. Онда Brawl Pass шығарды. Brawl Pass'та квесттер әр күн сайын шығып, соларды орындау керек. Сол үшін жетон береді. Жетондарды Brawl Pass'тағы заттарға алса болады. Онда сундуктар, очки силы, тағы да сол сияқты көп деген заттар бар. Сундуктар 3-ке бөлінеді. Кішкентай ящик, үлкен ящик және мега ящик. Сундуктардан очки силы, персонаж, пассивка, гаджет және золото түседі. Бұл ойында персонаждардың редкости өте көп. Награда путь к славе, редкий, сверхредкий, эпический, мифический және ең соңғысы легендарный. Редкости үлкейген сайын персонаждарды түсіру қиын бола түседі. Сундуктардан олардың өзінің процентін көруге болады. Әр персонаждың өзінің ататын қару жарағы болады. Оларды ауыстырып немесе басқаша нәрсе істеуге болмайды. Әр персонаж өзінің атымен атады. Әр персонаждың өздерінің скиндары болады. Оларды алмазға сатып алса болады. Алмаздар ойындағы қымбат валюта. Награда к славе. Мұнда әр жиналған кубоктарға подарок беріп отырады. Мұнда персонаждар, очки силы, золото, тағы да сол сияқты көп деген заттар береді. Ал кубоктарды ойындарды ойнап ұтқан кезде береді. Бұл ойында 2 ай сайын обновление шығып отырады. Обновленияда 2 персонаж және жаңа карта болады. Және әр обновление өзінің бір темасы болады. Осымен менің обзорым аяқталады. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Егер де осындай видеолар тағы да көргіңіз келсе, тіркеліп кетіңіз.
the shine.